Сәлем достар, бүгін мен сіздерге муравейник рецептісімен бөлісемін. Алдымен достар, каналымның ары қарай өсіп дамуы үшін видеоларым ұнаса лайк басып, түрлі рецепттерімді жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Қолдауларыңызды күтемін. Қолдауларыңызға көп рахмет айтамын. Ең алдымен ерітілген сары майды аламыз. Ерітілген сары майға құмшекерімізді қосамыз. Құмшекерімізден кейін қаймағымызды қосамыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Үстінен ұнды електен өткізіп салып, ұнымызды араластырып қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап тұрып қолымызбен араластырып, қамырымызды илеп болғаннан кейін жұмсақ болу керек, қатты болмау керек. Өздеріңіздің нелеріңізге қарай ұнды қосасыздар. Осы дайын болған қамырымызды екі бөлікке бөле отырып, салафанға салып, морозильникке 30 минутқа немесе 1 сағатқа қоямыз. Қамырымыз міндетті түрде қату керек. Қатқан қамырымызды аламыз. Және де осы қатқан қамырымызды көріп тұрғандарыңыздай теркадан өткізіп, осындай пергаментке саламыз. Қызып тұрған пешке өздеріңіздің градустарыңызға қарай қоясыздар. Және біздің муравейник рецептіміз пісіп жатқанша креміне ерітілген сары май, сахарный пудраны қоса отырып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Үстінен вареная сгущенканы қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, креміміз дайын болды. Піскен муравейнигімізді аламыз. Осындай қолмен әдемелеп тұрып еземіз. Үстіне дайын болған өзіміздің кремімізді қосамыз. Кремімізді қоса отырып, осы муравейникті жасаймыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әртүрлі формада жасасаңыздар болады. Мен дайын болған муравейникті осындай формаға сала отырып дайындадым. Екі түрдегісін көрсетемін сіздерге. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша жасасаңыздар болады. Осылай стаканға сала отырып, осыны стаканнан түсіреміз. Барлығын осылай қойып шығамыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай біздің муравейнигіміз дайын. Жылдам әрі көп қажет етпейтін заттардан дайын болады. Барлықтарыңызды жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Осындай молшылық, кеңшілік дастарханымыз бола берсін. Барлықтарыңыздың дастархандарыңыз осындай кеңшілік, торт, дәмді үзілмесін. Барлықтарыңызға рахмет.